Мейірімді жүректің иесі Агнес Гонжабаяджо аскөк сатумен айналысатын өте қарапайым отбасында дүниеге келген. 36 жасқа келгенде жағдайы нашар әйел өзінің мейірімге толы жүрегімен ерекше ынтасының арқасында халықаралық қайырымдылық ұйымын құрды. Қазір бұл қордың құрамында әлемнің 80 елінен тіркелген 300 мың адам бар. Жанна Дарк француздардың ұлттық батыры. 1337-1453 жылдар аралығындағы 100 жылдық соғыс кезінде француз халқының ағылшындарға қарсы азаттық күресін басқарған қолбасшы. Ол басқарған жасақ үлкен жетістіктерге жетіп, 1429 жылы 8 мамырда ағылшындардың қолында болып келген Орлеан қаласынан азат етті. Осы еңбек үшін халық оны Орлеан қызы деп атап кеткен. Шығыс әйелдері арасынан шыққан тұңғыш үкімет басшысы 1917 жылы тәуелсіз Үндістанның алғаш премьер-министрі Индира Ганди. Ол өз елінің тарихына Үндістан үкіметін бірнеше жыл бойы салиқалы түрде басқарған іскер көрегенді әйел ретінде енді. Коко Шанель 20 ғасырдың бірден-бір үздік моделі, 20 ғасырдағы әлемдік сән үлгінің бетке ұстар тұлғасы. Ол әйелдік пен мәңгілік классиканың, кербездіктің нышаны. Коко Шанель нәзік жандылар қауымына жоғарғы стильдегі киімдер ғана емес, парфюм, қысқа шаш үлгісін, тұрмыстық киімдерді, шалбарды, кішкентай ғана қара көйлекті Шанель нөмірі 5 иіссуын тарту етті. Үйленгелі жүрген серісі аяқ астынан қаза болған, махаббатына адал болған Шанель өмір бойы тұрмыс құрмай өтті.